Дәл осындай сгущенканы дүкеннен сатып алмай-ақ үй жағдайында тиімді әрі дәмді етіп табиғи сгущенка дайындаудың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен бізге піспеген сүт қажет болады. Менде бұл жерде піспеген дүкеннің 3,2% сүт, үстіне қантымыз салып максималды отқа қоямыз. Міндетті түрде түбінде қантымыз ергенше осылай араластырып тұруымыз қажет. Қант ерігеннен кейін әрі сүт қайнағаннан кейін отымызды баяу басып, міндетті түрде араға 5 минуттай салып түбін араластырып тұруымыз қажет кеп кетпес үшін. Және де осылай міне дәл осылай етіп 30-40 минуттай пісіріп отырасыздар. Сүттің пайыздығы жоғары болған сайын тез қоюланады. Менде осылай 40 минуттай өтті. Дәл осындай сгущенка болып шықты менде, яғни сүтіміз 2 есе азайып, осылай қоюланды. Сүтіңізді газдан алғаннан кейін міндетті түрде суытыңыздар, және де осыдан түйіршіктер қалатын болса, ең соңында жасап тұрып блендермен осылай араластырып жіберсеңіздер болады. Енді 1 литр сүттен сіздерге қанша грамм шыққанын көрсетейін. Қараңыздар, 670 грамм шықты менде. Өте тиімді болып шығады, дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.